көміртау қала? Антар емеңді қарай. Алмағыр. Онда бір шақ оста бар. Осы резина мынаны деп аққос жағай. Хин тауыңына бұяк қайын дегенім. Өтті бітенде. Өте ау, лебілебі жыл бойы бара. Бұшқа вақыт тұтқары жүргенсен, шешме бетумнегіне барып, елек өтентілері алып қайтайық. Август адағы, сентябрь башы, тап елек өтентілері тұрғандар. Шырайда юлың ғайы көміртау алайымыздар бар. Шешмеге барышай көміртау юлын ғайы енді, асқарға лахуғылағы бар. Тек бұл тәгәрмәсіңді ташлап бет, ішкі ашмай ол. Аққұш кетірісін, жұмшақ резина кәрәк. Қайдан біләң оны? Не, мен әлі сәскенін өктіріп етіп біләң білді. Тыңлайым һәм бұйхынам. Бүгін де қайда барын? Кет, дегейді. Бүгін программала Көміртау Ленд яки Асық һавалағы музей Ринат Низаметдинов тудырған дөнья. Гамәл дәфтәре яки бақса исәпте ярата. Асқардан Янадақовтар тәҗрибәһе. 2 сорт, 2 лә шәп сорт. Шишмә питомнига еләк үсентеләре тәкъдим итә. Көлке түтәлендә бақса мажаралары. Көміртау ортағында таш үйлер арасында отырған мынау Оазис матур үйдің қожағы кім екен? Әйдәгер инеп қарап саяғады болмаға. Әйде. Ау, хамығыр. Исәміз. Исәміз. Осы үйдің қожағы екен? Мен. Бұл тиклім мүғжизәнігіз. Қайсан ішлей башларыңыз, һәм нисә ел эшләрнегез? Нейсен эшләрнегез мына шайтып қала ортағында? 7 ел болды уже, как мен башланым ошоны эшләргә. Мына лебеди сначала. Аккышлар. Просто попробовал. Потом дальше, больше. Последний вырезом у нас черношейный лебедь и стрекозы. Былтыр мына қойдық үшін машинаны. Это память о Никулине, Вицине и Мургуновой. Бұл һеҙҙең Асыҡ һауалағы музей һымаҡ бит инде. Мында Кешеләр, баллар киләме экскурсияға? Кем киләме, например, Күмертауға ҡунаҡҡа? Висманда булалар. Ҡарап китергә килә. Бына бындағы боронғо халыҡтың ҡулланған әйберҙәрен һеҙ ҡайҙарҙан йыйҙығыҙ? Атай, олатайҙарҙыҡымы, әллә ауылдарҙан бер ерҙән йыйҙығыҙмы? Я объявление давал в газету. В местную. Вот тут приносили. Халыҡ китергән инде. Вот это ничего купленного нет, ничего, все это. Осы шынларды матур етіп бидәп міндедір рұсса еткенде малы архитектурный форма. Кескей архитектур формасын келіше. Ләкин қайбір орындарда осы шыналарды бақсаға отыртып шында яшыс емес өттірі. Оны дүрістеулік әсет аңлайығы, солай бет? Шыға оны қоланған нәк декоратив асылығына едіп. Ну, эстетика. Бақсаға тіге яшысен отыртмағы дүріст, яшысеға көсе оның химикаттары, бет? А бұнда өз орнында. Все это вырезано из покрышек. А из покрышек я вырезаю только с ярославских. Потому что вся резина, кроме ярославской, идет с металлокордом. Ее ножом не вырежешь. Я ножом вырезаю. А ярославская, там корд капроновый. Yok, yumuşak değil, капроновый. Һәр бер фигураға тип әйтәйгенде, ниндәйдер бер йән һүрәттән, әкият геройҙарына арналған, шулай бит. Һеҙҙең ошо эшкә тотоноуығыҙҙың сәбәбе ниҙә ул? Бала саҡта ойнап туйманығыҙ мәллә? Мен Балсакта вообще жили бедно. Я без отца вырос. У матери 2 детей было. Да игрушек и не было раньше. Вақытын кері қайтарағыр. Yok, это. Ну, может, это есть в основном для людей, для горожан. Вот мне приятно, когда ходят, снимают, фотографируют, спрашивают что-нибудь. Анында ситен термәк күренә шикелле, шуны барып ҡарайыҡ. Айдагыз, туда хоть президента зови. Айда, заходите, пожалуйста. Это моя летняя кухня. Бұл бет терме хамағы деп эшләнгән. Айвай. Все в духе башкирских кочевников, как башкирская юрта. Я поклонник всего старого. Мына ул патефонда эшләйме? Эшләй. Булмаһа, эшләп күрмәс булган. Мен дә патефонда күргәнем юк һуң вакытта. Сейчас. Был бит Рамазан ағайдың яш сағындағы тауышы. Это мне от метра я заказывал, мне один дед принес. Я покупал по 50 рублей вот эти пластики. Это 10 лет назад, 11, наверное, уже. В Оренбурге я брал, в этом. Я говорю... Бында һеҙҙең мына пластинкалар, боронғо пластинкалар, бит. Һәр бер яҙған мына татар башҡорт йырҙары, бында Русланованың йырҙары, патриотик йырҙар. Тут самая последняя пластинка, где-то 68-й год, больше тут нету.
А все пластинки 50-х, 60-х годов. Бұл отырғыстарды шулай ук өзегіз үрдегізме? Талдан. Талдан. Қара нендей матур, раритетный деп әйтергә кирәк. Алло, выезды? Иптәш Мөхәррир! Беҙ бында, Күртауда, ит киткес, баҡса тапты, ҡаның уртаһында ултыра. Эйе, алып ҡайтабыҙ төшөрөп. Эйе. Эшләйбеҙ. Қайһы бақсала, бұрыс, үсінтенде, яке помидорда алманың үскен көргеніңіз бар. Ә мына мен көрдім. Шәп бақсылар, янында қыстақшында яшаймы? Әйе, яңылышпағаны. Әлі ағайхет онда еңгедің несе тамсы хыл хипкен яғып тұрғағыз ма? Итеп, хисап керек. Заманы шулай бейті. Олайық түгілдір ол. Не бар? Ана, бұл немелер оңды, немелер өткен, немелерді қасан ейіп алырға, шуларды қарап, былтырғы білан тура келем ме, былтырғы вақыттағы білан. Hem kile yılga nimeler ultırtırga, ularla bir karar gerek butalması için. Seva barot dikkatleme var etti şu temelde agronomlardan. Kayı üsümlük yanına kaydan ultırtırga, kayı yeşilsenden kile yılda kayı tütelge ultırtırga. Mesela nime orunda nime ultırtırga gerek? Buna yadgamın savvistiymeyi, baklajan yanına sesile huğan, fasol, huğan yanına sesile kevite, sügüldür, yer pomidor, salat. Кандидаттық диссертацияға яқларды хезмәт бит был. Хезмәт тә шулай да булды. Уйлаганда. Моны эшләп сыгайын ди. Тәүдә галимләр үзләре тир түккәндә, җирдә. Шуны да мен бердәм моны тир түккәнгә генә беләм инде. Ничә елдан алып бараһыгыз был? Был мен алып барам 2001-дән. 2001-дән. Унда моны кыяр хугандан һуң, помидордан һуң шу ергә кәбеттә сәселһә, кәбеттә яхшы үсә дигән билдә инде тәгә. Сәндән практика күсәгә югыһа. Әйдәк. Әйдә карайык әле. Бында Бұл бит алмағас. алмағас, башқұрт тылауқайық, башкирский красавица екетіп. Бұл грушаның сорты нендей һәм нисә ел? Бұл ларинская сорты. Бұға әр 5-ші ел кетті. 2 елдан соң бере башланы бұл, 3-ші елдары. Бұл неме ол? Бұл менің бесетті. Бесеткіні ішлелер тирегі өте асық. Но ләкін қадыр олы көшіге ел аяғында ұлтырып болмай бейді. Шунысы бүті тирені көплеп өткенмен. Бұл месті өдеген сағардығыз ма? Өдім сағардым, яйла біріп түп, тәйбетлеп, ашықмай ғана. Шуна мұна бұнда қаданына 5 бармақ табы, халық бешіріп кейдігіне рахат тәмлі бола. Әлі мұнда ұрлық бойынса секцион іштер апарағыз ма? Оларыла мұна әдірленіп, кейіптерге халынған. Не ұрлығы бұл? Бұна сәскені кейінді бұл. Бек шәп, бек хайбат. Мұна шол оның білдәхі. Бұл менің қожалықтың теплиса енді. Мұна ағастан темір томары жоқ бұнда. Экологически чисты тветелер бітенді. Мұна бұл теплисін өдегіз ішләне кетінде? Бұны өдем ішләнім 20 ел әлік. Сіріп та бара бәйтін, көрініп тұрам. Байыл алмаштарымын түгілерінде. Мұна бұны һі? Бұл армированный пленка 7 ел кетті. 20 ел ісінде 10 жылдан соң бір мәртебе алмаштырды. Бұны 2-ші мәртебе алмаштырылды. Тағын 10 жыл тұрар ма, жоқ ма? Әлден дедік поликарбонат деп қаңғарға керек ме? Олар 1 жылдан соң, 2 жылдан соң? Олардан нейдер бұл мұна аптарадық. Ол болған кешінің, башы болған кешінің өзінің бүтін ма? Яқшылап қыда, әйбәттік бұна ойлап ішлі, әуді несек ағышында ішлі, әдір отталар көп бейттігі. Ағып тұрғанда өтіктен теплесетіп, нықтып,
тишек тошық деп утепляттерге ярамай, форточка қойыр керек. Мен мына ана торба тұралам, ана онда тұра шул тартан Бұл кірайын. армированный түгіл, бұл бронированный деп сыға. Шулай ға. Мына енді ашламалар, шуларды Бұл қолданылады. ашламалар әр вақытта бұлайын деп, вақытында ашлаптай бәр керек бейт. Гүмейлі керек. Бұл нейді қадыр мына не калий етішмегені мына бұл қиярын білін де ашылай, башы ашылай болып. Бұл калий. Әгер башы бұл яққа бұл фосфор фәлен деген етішмегі дұрайға. Екі бұл әр көйл білен көбірек қалыр керекті. Сульфат калийді қалыр керек. Шепке кереген. Арғандыр да енді дегенде. Әдер 2 ай бойы. 2 ай бойына беремі? 2 ай бойы өте ұлтыралар өйді. Үсін соға келе. Бұл араған бірден, екісінен калийлы жоқ. Амына бұның калийлы, малийлы бар. Мұна енді адырақ тоқырақ көрінәндей бар. Шундай ірі хоғандар. Несіп аларды өстірдіген? Мұнда неме сәбәбі өтудің. Мұна бұл түтелерге үрте еді, апрелдің баштарында. Бүтін әлі мұна ошы әрсіз сәстім. Шунадары ошы бейкілікте болып өскайна қадып, мұна түтелдер сықты. Мұна шының дей хедім тәлер еді. Әлі түтел бұшағас әлі көдгенін сәсмедер мені? Көдгенде сәсірге бола, хуңғар ағырақ. Әлі мұна үлгірге бола, қадырда мұна сәсіп, көдге тіктім, октябр айдарына тіктім, таң бірді үлгірі ол. Мұна бұл, менің бұл топырақ қаты. Қатала қоя. Мына осы сәскәс бик жұмшартты, хейбет болды. Қалғанда белініп тұрды. Тигірттілі алмаштыра ол аруқ, бик эффект жақсы бола. Артабаны программала. Гамәл дәфтәре яки бакса исәпте ярата. Аскардан яны Дақовтар тәҗрибәһе. 2 сорт, 2 лә шәп сорт. Шишмә питомнига еләк үсентеләре тәкъдим итә. Көлке түтәлендә бакса мажаралары. Бұл сейелер өтінде. Бұны төбеншеп ағарып тұр. Бұл иткілген. 92 жылда алып қайттым. Уральский сорт дегенінде. Бұл мына алып ташлар мен әлі қаса жейін қайдым. Ел қайын уражай беріп, тоқтатыпмай беріп тіп тұрайды. Мұна яштерін қалдырылар, мұна бұлығын уақыты еткен алып ташлады. Енді бұлар алып ташлағы? Бұлары мұна бұл гөрлі өтелер етен. Бұлардың балалары енді, дейбет? Әйе. Мұна бұнда хеп түбіне неме қалған хеп бұғай? Нитрофоска қалдым. Таған әлі адырақ ғұнғарақ қалам әлі мұна сентябрдің башы августың адақтарында. Но адырақтығы извес себілді. Çünkü извес болмай. Емешін не алғас та хеп үсте баштады? Әдір ешкарттер керек ошу мәлді, ашлар керек. Келе елға уже бөріленіп, әдірләнен запас ейін. Аты, кешілер бет көпсілік ядға табан ашлай башлайдар. Онда бет нете, оның көсуімай ядға табан ашлайды. Мұна көдігін башлар керек. Мұна бұға әдір қалақтап, норма бар, хлор калий береге бола, сульфат калий да береге бола. Виноград плантация бұл хүдімтіғін асаррақ, бұлттар көдігін 60 тәлгәшке регулер етіп қалдырғайным. Қар да яуды, екісіден үз күн қырау түшті. Шының арқанда қарайды, бір нәмелі қалманы. Бұны 120 мегалі дұрак еткерге бола көдігін қырқыр керек. Шуан қырқас әр бір мұна осы бүрі ұрынна үтінті сығып кете. Әр бір үтінті 2 тәлгәш бері. Тағында ашлар керек, уақытында хауды. Немек емін ашлар керек? Әгерді бігіректі ол күлді ярата көбірек нетен. Суперфосфат, сульфат калий, шунан машевиналы қойып, артық көп қоймай. Мұна бұл ырғанақ. Ырғанағы бек шәп һәм ірі. Нендей сорт екен бұл бек ірі? Сортын хорамағы дейінде. Моқ замандан бері 4 жыл ұлтырайын бұл. Ине сортына? Әйе, 2 өғарак бет. Ине ата шуны бірінде оңыш болмай. Ата сорты болмаға кешілі көп вақыт ине сортын хаталар. Черноплодный рябина ұлтыр таңдарғығына олар апелляция етіп, қарамелеш білен Herkelenələr һәм оңыш хейбет бола. Бұның ырғанақтан тамыры өттегіне, онан қадарға айырмай. Әдігіне 5-10 сантиметрін артық. Аты қада башлаң, ол тамырын әрімге сығарға бола.
Кавказда бирек бойынша фән кандидаты мәдәтеләр. Һез моны иләктере караганда һез кемендә фән докторы мак. Бу ремонтат сорт. Бұл сорт енді әрі қар яуғанса ултыра беріп. Былтыр ултырттым мұны. 15 сантиметрдай кирт алып келіп алдым. Торфты алып келдім. Суперфосфат та, шол әлігі калий енді шол суперфосфат. Ул комплекс. Комплекс удобрение. Хәзер моны әйтәйек, моны онда Көлдә ертім төптәріне. моны кара исәп менән ошо бер төптән күпме йыйып ала инде моны. Болды былтыр бір 70 бүртік болды. Һәр төптән. Әр төптен 70-ке еткені болды. Әбиәле районы Урал аръягының 40 градус шарттары булган зонаһына айна. Русча әйткәндә, зона рискованного земледелия. Ләкин уңган баксаслар өчен ул зонаһыла рискованныйла нипашум. Бер генә дә кабыл саламай уңган баксаслар өчен. Менә мин әле уларның ситән буенда гына үскән милицияларында йөреп алдым әле сәясергә. Ой, шундый тәмле, хуш ес. Бана без ошо елек үтергән елекләрдән шундый тәмләткес. Нәмәкәй? Русча әйткәндә йогурт. Үзе без Байбакса йогурт дигән стакан менән йөри. Höt hatып алабыз да, катык уютабыз да, шуны булгап, блендер белән шундый тәмле эфе көндә эсеп рәхәтләнәбез. Еләге белән сәй исәбез. Тек бір хүз бар. Бақсасы ғына хәләл аш ашай. Марсель, мына иләктең ултырту вакыты бар инде. Һеҙҙең мына питомникта беренче сорт иләк бар. Билеп китүгә, бында ниндәй сорттар һәм улар нисек ултыртыла? У нас два сорта, это Витязь и Осокорянка. Урожай это осень 2015 года, так что они уже один цикл, год прошли. А в чем их преимущество? То, что у нас люди их больше берут, то, что они хранят в стаканчиках, и можно пока переждать засушливую погоду, как время подойдет. Просто разрезается стаканчик и вместе с землей, естественно, заранее в подготовленную почву, удобренную, влажную, высаживаем саженцы. Уже на следующий год они уже начнут вам давать плоды. А сокорянка от витязя отличается по строению листьев. У витязя более шире лист, и шире и потемнее. У осокорянки он потоньше формы. Поуже. Иләге. Оба сорта очень вкусные. Люди приезжают, собирают, хвалят. Во-первых, оба сладкие. Отличается только тем, что форма и внешний товарный вид. А сокорянка у него более округлая форма и красноватый цвет. А у витязя немного продолговатая форма и более бордово-красный, и, естественно, и покрупнее. Тәме очень сладкие, оба сорта. Уңыш беру ягынан кайны күбрәк бирә? Быныһымы? Витязь больше дает. Но мин былай әйтермен, караһаң икеле һәйбәт бирә. Ә менә бында бер момент. Касан һәйбәтрәк утыртырга? В этом году очень жарко, аномальная жаркая погода стоит. В чем преимущество? Стаканчику взяли, вы их можете пока не пересаживать, пока дождаться подходящих погодных условий. Пока можете просто также поливать, они у вас также нормально. Да. А потом уже, когда подходящие условия погодные возникнут, когда у вас почва все будет готова, влажная почва, удобренная, после этого вы просто элементарно разрезаете стаканчик и прямо с этой же землей высаживаете себе на грядку. Во-первых, это не только для клубники, это для всех видов растений. Земля должна быть, почва должна быть очень хорошо подготовлена. Можно сказать, даже термин применить такой, как пух. В нашем случае простой народный способ, это или перегной, или навоз, то у кого что есть. Но если у вас земля жесткая, например, хорошо применяется лузга, от семечек лузга. А сажать расстояние 20 сантиметров друг от друга, потому что в дальнейшем они же разрастаются и у вас образуются даже цельные ряды. А междурядье, в наших условиях, например, междурядье у нас 70 лет, чтобы могла проходить техника, культивировать междурядье. А в домашних условиях, естественно, поменьше. 40-50. Да, после того, как посадили, обильные полики. Вот листочки вот такие, больной росточек, нужно подрезать. Главное не затронуть сердцевину. Вот, это сердечко. Усы земляники еще в молодой стадии.
можно пока еще не подрезать. Это уже когда начнут уже давать плоды, уже вы плоды собрали, уже на осень уже можете, да. Так у нас говорят в простонародье, косить, мы косим, скажем. Так, ну вот у нас поле. Поле у земли. Как раз мы находимся в данный момент. У нас сорт «Витязь». Вот, можно заметить, то, что поле влажное. Вот мы буквально вчера только поливали. Это для того, чтобы усы хорошо прижились. Чтобы выбрать правильную рассаду с хорошей корневой системой, я вам хочу наглядно продемонстрировать, как должна выглядеть корневая система. Вот она более такая распущенная, более пышная. Не одиночная, если вот так одиночно, это уже как бы слабенький будет усик. У него, естественно, и приживаемость будет тяжелая. Как мы обычно собираем, делаем пучок. Вот, например, по 10 усов в одном пучке. Пришел человек, чтобы купить усы земляники, мы им объясняем. Прямо вот так пучком берете, ножницами вот так срезаете, чтобы они не были длинными. Вот здесь вот сердечник. Сердечник должен находиться над землей, а корни внизу. Влажная почва, рыхлая, удобренная. И тоже обильное политие. Кимдер бит тәкъдим итә тауык тидәген кушырга дип, кош тидәген. Лучше не применять, потому что Если- куриный помет, он как бы из опыта, он более выделяет сильные кислоты и сжигает корневую систему. Onun hak bulan gara geldi. А Ergine halganda ergine miqdarda halı gerek. да, можно золы чуть-чуть и удобрения. Навоз. Дагы bir момент. Касымга дикти ултыртырга була. Лучше сажать, конечно, осенью, до заморозков, да. Когда спадет жара. Можно посадить, если у вас есть возможность, постоянно, каждый день обильно поливать. Sizler Kakınbayız. Buna yağınak kadar illerden birehi bizge import almastıru maksatında 10 tonnu yelek indirgen tider. Bir il. Hedin pitonukta көп mü yelek yedi buna bu yıl? Быйылғы жылны біз 25 гектардан 48 тонна жилек һәм корагат малин жиып алдык. Хөкүмәт ярдәмите безгә субсидия бирә инде. Питомникларга без бит инде жилек белән заниматься итмибез. Саженслар үстерәбез. Былтырдан бирле без Куштаренко опытный хозяйство белән эшли башладык. Моннан ширинки алып, виноградның үстердек инде. Корагат бирәләбез, кура жилеге бирәләбез. Алмагаш, шия, слива, облепиха, ок корагат, алтын корагат дип безнең золотистый смородина, кора корагат. Саженслар бит инде районированный, ул үсеп китү шанычлы, чөнки үзебезнең климатка яраклы. Килегез, алагыз, рәхим итегез, кыш буе витамин ашарга булсын. Рәхмәт. Бергә уңышлар теләйбез. Ne ol yelek degen neme evet, nemetlekey. Ul temligine tuğul, faydalana tuğul. Ay vakit duruşlar kutkana eten kişilerde. Шулай ма нисек? Buna ikisinin de hoş olanatı. Әйе. Şunda pirin galakkanlar türlü halk. Yapın, Fransız, Urus, Yahut türlü halk galakkandı. Nimi Sovetleri atrafından aydadı. Buna hedin bir tilegi üteyim de ona adam söylerdi. Нимә һаргандарында ла? Ne olar terörist haraganda endi. Urus nime haraganda, Fransız nime haraganda dağada sitalam endi o. Ne şunda tuğul. Yahutka şirat kivitka söyletkandi. Emin yine aşam ile döndü. Ноябрьдә булды дигән түгел бу вакыйгат. Ana şunday tağışmayan, Ukrayna tağışmayan ısmak dedi, faşist. Bu noyabrda ilakta kayda olayım diyor dedi. Ha bu dedi, emin kötü örmün diyor dedi, kötü örmün. Элек кишкән вакытта көтә. Ayy gözü dedi, kötü dedi. Котылып Йылында көрөсүңдер. Sesi Alena'nın nindegini halder bulmağın yelek göstereyik, yelek. Bana yelek tip sağ verir mi? Değil de ortada birge birigen akkıştı, tegelmesine kaldı, undup kaldık ama. Bu yüzden kapka tönüne koyurgan yedik. Ярай. Киләһе юбилейгә хәтлем тагла 5 елдан һуң барып алырбыз әле. Онытылган нәмә хужаһын көтеп сакырып тик ята тыйыл. Ey sakalar bir слушай. Башкортстанда шеф баксылар күп икән. Була булды. Әлбәттә инде. Санкциялар игълан итеп карайлар, олимпиадага кереп тә каралар. Ә без баксасылар
һәйбәт итеп рекорд куябыз, куйдык һәм куясакбыз. Әйе, картуф менән табак үҙебеҙҙеке. Улай гына тимә, Ете диңгеҙ аръягындағы йәшелсә емештәре үҫтерә беләбеҙ хәҙер. Әйе шул, һаулыҡ кына булһын. Баҡсабыҙ бай, үҙебеҙ һау булайыҡ.